қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Аял Линкс. Достар, сіздерді қайтадан менің арнамда отырсыздар. Бұл видео менің ойымша сіздерге пайдасын тигізеді деген ойдамын. Сол себепті мен осы видеоны түсіріп отырмын. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы телефондағы память жайлы болады. Телефондағы памятті қалай тазалаймыз және сіздерге қалай тазалау керектігін мен үйрететін боламын. Ендеше сіздер видеоны тамашалаңыздар. Ал мен бастаймын. Сонымен, сіздерге айтатын ең алғашқы кеңесім, ең алдымен сіздер телефонды тазалауға кем дегенде 2 күнді арнаңыздар. Аптасына 2 рет телефондарыңызды тазалап отырыңыздар. Немесе бірлес. Себебі телефонды сіздер тазаламай жүре беретін болсаңыздар, әрине память толып кетеді. Сол арқылы сіздерді телефондарыңыз тез арада құртылып кететін болады. Сондықтан телефондарыңызды уақытысында тазалап үйреніңіздер. Ал егер де телефонды қалай тазалау керектігін білмесеңіздер, онда осы видеоны тамашалаңыздар. Осы видео сіздерге көмегін тигізеді деп ойлаймын. Екінші кеңес. Настройкаға кіріп, өздеріңіздің телефондарыңыздың памятін қараңыздар. Настройкаға кіріп, приложенияларды қараңыздар. Размері бойынша ең көп памятті қай приложение алып тұр, сол приложениемен жұмыс жасаңыздар. Себебі телефондарыңыздың ең көп памятін алып тұр. Сондықтан ол приложениедағы видеолардан, немесе ол приложение қандай приложение екенін біліп алыңыздар және сол приложениеде өшіретін заттардың барлығын өшіріп, сол приложенияның қаншалықты керек екенін біліп, сол приложенияның памятін тазалауға тырысыңыздар. Үшінші, өздеріңіз қатты қажет етпейтін, өздеріңізге керек емес приложениені өшіріп тастаңыздар. Себебі приложение, просто тұра беретін приложение сіздердің памяттарыңызды алады. Яғни, мысалға мынандай нәрсе жоқ қой, приложенияны өшіріп тастағаннан кейін оны қайтадан көшіріп алу, ол сіздерді ол приложенияны өшіргеннен кейін қайтадан жүктей алмаймын деген. Сіздер оны қайтадан кейінірек жүктеп алсаңыздар болады. Приложенияны басында көшірген барлық сетилердің барлығын сіздер қайтадан өшіріп тастауларыңыз керек. Себебі олар көшіре берген сайын, оларды қолдана берген сайын, олардың памяты едәуір өсе бастайды. Ал егер де сіздер оны өшіріп, Play Market'тен қайтадан көшіріп алатын болсаңыздар, онда олардың памяттары едәуір төмендейді. Памяттары босап, сіздерге қайтадан көшетін болады. Біз барлығымызда браузерден неше түрлі ссылкаларға кіреміз, Google Chrome'нан әртүрлі нәрселер іздейміз. Міне, осы іздейтін ссылкаларымыздың бәрін браузерден настройкаға кіріп өшіріп тастаған дұрыс. Себебі браузер өте көптеген памятті алады, соны да өздеріңіз ескере кетіңіздер, сондықтан браузерді тазалап отырыңыздар. Бізге күніне қаншама сообщение келеді. Ол мысалға телефонның өзінің сообщениесінен болсын, немесе Telegram, WhatsApp, Instagram, Direct, VK желісі. Міне осы приложениялардағы сообщениялардың бәрін өшіріп біліңіздер. Бізге не только сообщение келмейді. Бізге голосовой келеді, фото келу мүмкін, видео келу мүмкін, стикерлер келеді. Міне осылардың барлығы да біздің телефонымыздың қатуына, біріншіден телефонның памятінің толуына өте көп әсерін тигізеді. Сондықтан да әрдайымда телефондарыңыздағы сообщенияларды өшіріп отырыңыздар. Мысалға, жай сообщениеден келген сообщениялар болса да, оны да өшіріңіздер. Телеграмнан келген группаларды да өшіріп тастаңыздар. Группаларды ашист етіңіздер, керек емес группалардан шығыңыздар. Телеграмнан мыңдаған сообщение келеді. Соның бәрін ашист етіп, соның бәрінен шығып кетіп отырыңыздар. Бұл сіздердің өздеріңізге пайдалы. Және де ол керек группа болса, оны ашист етіп тастаңыздар. Ол жердегі видео, фотоларды және Телеграмның өзінде ашистик данных деген бар. Соны басып, оны да тазалап отырыңыздар. WhatsApp'тан да әртүрлі стикерлер, әртүрлі сообщениялар келеді. Солардың барлығын ашистик данныхпен өшіріп, керек емес группалардан шығып кетіп отырыңыздар. Instagram, директілеріңізді де өшіріп отырыңыздар. ВКонтакте желісі болса, оны да өшіруді ұмытпаңыздар. Бізде заметкидің өзі бар. Заметкиге жазып кеткен нәрселеріңіздің бәрін өшіріп отырыңыздар. Заметкиде біраз болсын орындалады. Android телефонын ұстайтын әрбір адам әрине телефонның өзіндегі Play музыканы қолданады. Сол жерден Google'дан музыкалар көшіріп аламыз, сол жерден қолданамыз. Бірақ олай істемеңіздер. Себебі ВКонтакте желісі қолданатын болсаңыздар, сіздерге кеңесім, ВКонтакте желісін мен өз басым қолданбаймын, бірақ сіздерге совет берем. Егер де ВКонтакте желісін қолданатын адам болсаңыздар, онда сіздерге ВКонтакте желісінен сол жердегі музыкалар тыңдауға, сол жерде жүктелген музыкалар тыңдасаңыздар, сіздерде память мүлдем алмайды. ВКонтакте желісі сіздердің памяттарыңызды ұстауға көп көмегін береді. Немесе Telegram желісінен қолданыңыздар. Telegram желісінде, яғни бір каналдардың, өзіңіздің сүйікті әншіңіздің каналына кіріңіздер, сол жерде музыка тыңдаңыздар. Солай памяттарыңызды сақтап қалуларыңызға болады.
Келесі ол бізде приложенияларыңызға браузер арқылы кіріңіздер. Яғни, мысалға біз жаңа өшіріп тастаған Instagram желісі өздеріңіз соцсетилеріңізді өшіруге тура келген болса, сол приложенияларға браузер арқылы кіріңіздер. Ссылкасын жазыңыздар, өздеріңіздің каналдарыңызға кіріп алыңыздар, солай арқылы байқалаңыздар. Әрине бұл өте бір тиімді способ емес, бірақ сіздердің памяттарыңыздың болуына өте үлкен көмегін береді. Почему бы и нет? Осылай пайдаланып көріңіздер. Келесі ол өздеріңізге Telegram канал ашып алыңыздар. Өздеріңіздің Telegram каналдарыңыз болсын, өздеріңіздің группаларыңыз, яғни Telegram. Ол жерде тек сіз ғана болып отырасыз, және өздеріңіздің фотоларыңыздың барлығын сол жерге жіберіңіздер. Видеоларыңыз, фотоларыңыз және музыкаларыңызды да жіберсеңіздер болады. Не керек жалпы? Өзіңізге соның бәрін сол жерге жібере беріңіздер. Одан кейін сіздерде жаңағы жіберген фото, видеолардың бәрін өшіріп тастасаңыздар болады. Және керек кезде Telegram каналыңызға кіріп, өзіңізге керекті фото, видеоны загрузить етіп алсаңыздар болады. Бұл өте керемет способ. Немесе ВКонтактеден фейк аккаунт ашып, сол жерге барлығын сала берсеңіздер болады. Сол жерде өзіңіздің фотоларыңыз керек кезде жүктеп аласыздар. Қаншама фотолар бар, иә? Сол фотолардың барлығын сіздер шатасып, барлығы да бір жерде тұра берген кезде сіздер оның бәрін бір папкаға салып қойыңыздар. Әр папкаға өзінің атын жазып қойыңыздар. Мысалға, мой альбом, немесе снимки экран, немесе қандай жанрда солай сала беріңіздер. Мысалға, өзіңіздің қандай адамның фотосын жинап жатырсыздар, солай атын жазып қойыңыздар. Өте керемет болып шығады. Немесе Pinterest, міне солай өздеріңіздің галереяларыңызда папкаларға салып, бөліп салып, видеоны да, фотоны да, солардың барлығын жинастырып қойыңыздар. Сол кезде сіздерге тазалауда, оны қарауда өте оңай болады. Әр түрлі қызықты сәттерден барлығымыздың да бір видео түсіріп алатынымыз анық, иә. Бірақ ол видео өте ұзақ, әрі өте үлкен память алады. Ал оны өшіріп тастайтын десеңіз, ол бір естелік, сіз қимайсыз ол видеоны, және қайда жібереріңізді білмейсіз бе? Онда өзіңіздің YouTube каналыңызға салыңыз. Мен сізге әрине бірден блогер болып кетіңіз демеймін, ол видеоны монтаждап салыңыз да демеймін. Яғни, YouTube каналыңызда ешкім көрмейді сіздің. Себебі сіздің каналыңызда ешқандай подписчик жоқ болса, ол өте керемет. Ол видеоны біреу көреді десеңіздер, ол бір танымайтын адамдар көруі мүмкін. Егер ешкімнің де көрмеген, тек өзіңіздің ғана көргеніңізді қаласаңыз, онда YouTube каналыңызға скрейт етіп салыңыздар. Доступ только сізге ғана болады. Сол кезде сіздің видеоңызды тек сіз ғана көре алатын боласыз. Бұл өте керемет. Келесіде сіз естелік ретінде сол видеоны көріп отырсаңыз болады, және ол памятьті де алмайды. Келесі ол біздің мой файлымыз бар. Сол мой файлда өте көп папкалар бар. Сол папкаларды да тазартып отырыңыздар. Мен сіздерге кеңес беретін едім. Мысалға, WhatsApp-тың папкасын тазартсаңыздар болады. Неге ол папка десеңіздер, себебі ол жердегі папкадан біз не өшіре аламыз. Сол папканың үстін басып тұрып, бірден өшіріп тастасаңыздар, онда сіздерде келген стикерлер загруз етілмейді. Сізді ашқып көріп тастаған статустар загруз етілмейді. Сообщениялардың бәрі тұра береді. Видеоларыңыз болмайды. Өзіңіз жүктеп алған, немесе көшірген статустан, немесе өзіңіз жаңағы WhatsApp-тан келген видеолар, галереялар болмайды әрине. Бірақ дегенмен бұл арқылы сіздің памятіңіз едәуір жоғарылайды, және де WhatsApp-тағы сообщенияларды архивкада анықтан бұрын солай папкалардан да тазаласаңыздар болады. Телеграмда дәл солай. Телеграмды да өшіріп тастаңыздар. Ол жерде де сізге егер керек болмайтын болса, егер керек болатын болса, әрине ойланыңыздар. Папканың ішіне кіріп өздеріңіз таңдап өшірсеңіздер де болады. Осылай папкаларды да тазартып отырыңыздар. Біз галереядан фотоларды өшіріп тастаймыз. Болды, біз фотоларды өшірдік, неге память арылмайды? Біз фотоларды өшірген күннің өзінде бізде сәл ғана память азаяды негізі. Ал шын мәнінде сол памяттардың бәрі неге шынымен де өте үлкен место алып тұрған памяттардың барлығы неге үлкен место алып тұрады, бірақ тек аз ғана орын болса десеңіздер, себебі біз фотоларды өшіргеннен кейін бізде корзина деген болады. Сол жерде біздің жаңағы өшірген фотоларымыздың бәрі 30 күнге қалады. 30 күннен кейін олар өшеді әрине, бірақ 30 күн бойына солар үлкен память алады. Біз оларды қайтадан жүктеп алсақ болады, оларды қайтадан кері қайтарып алсақ болады. Сол корзинадағы ешқандай, егер керек емес болса, ойланып, сол корзинадағы ешқандай фотоны қалдырмай өшіріп тастаңыздар корзинаның ішіндегі. Себебі ол корзинаның ішіндегі фотолар үлкен бір место алады. Сіздерге айтатын соңғы кеңесім, ол өздеріңіздің телефондарыңызды әрине күтіңіздер, өздеріңізбен бірге ұзақ уақыт болуын қадағалау үшін, әрине ол телефонға вирустың кірмеуін, ол телефонды көп қарамауларыңыз, ол телефонға вирус кіргізетін әртүрлі приложенияларды жүктемеулеріңіз, және де телефонның памятін әр кезде сақтап, әр кезде оны тазалап отыруларыңызды сұрайтын едім. Сонымен достар, бұл видео сіздерге қызықты әрі пайдалы болды деген ойдамын. Егер бұл видео сіздерге пайдалы болатын болса,
мен өте қуаныштымын. Сіздер комментарияға өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, маған жазыңыздар. Бұны қалай істейді деген сияқты мен сіздерге оны көрсетіп, бір видео түсіретін шығармын. Көрсетіп айтып кетемін, немесе видео ретінде көрсетемін. Жақсы достар, егер бұл видео сіздерге пайдалы болса, маған лайк қойыңыздар, арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше достар. Сіздермен бірге болған мен Аяулыңыз. Менің арнамда шыққан видеоны ең алғашқы болып көру үшін арнама тіркелгеннен кейін колокольчикті де басуды ұмытып кетпеңіздер. Сол арқылы сіздер менің видеомды ең алғашқы болып көретін боласыздар. Жақсы достар, сіздермен бірге болған мен Аяулыңыз. Келесі видеоларда кездескенше сау